Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында осындай әдемі кішкентай пончик жасайтын боламыз. Алдыменен табағыма 2 жұмыртқаны салып алдым. Бұған тамақ ішетін қасықпенен 3 ас қасық қант саламыз. Бұны жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше араластырамыз. Бұған 200 грамдай сүт құямыз жылытып. Тағы да араластырамыз. Енді бұған үйде тұрған комнатный температурада тұрған сармай саламыз 50 грамдай. Тағы да араластырамыз. Енді бұған сұйық май құятын боламыз. 50 грамда сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Бұған енді ұн салып, үстіне разрыхлитель салатын боламыз. Кішкентай шай қасықпенен 1 қасық саламыз. Дрожжымызды саламыз. Кішкентай чайный ложкамен 1 қасық дрожж саламыз. Бұны бәрін қосып араластырамыз. Ұн қосамыз тағы да. Өздеріңіз қалауынша ұнды керегінше қосасыздар. Көбірек жасаймыз десеңіздер, жұмыртқасын 2 есе арттырсаңыздар болады. Сүтті тағы да құйып үстіне дегендей. Бұны енді ұн қосып, лопатканы тазалап аламыз да, қамырды қолмен илейтін боламыз. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, жақсы шығады. Оп оңай. Балдар қуанып жейтін болады. Жұмсақ қамыр болу керек. Бұның үстіне енді салапанына жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше. Міне арада біршама уақыт өтті. Қамырымыз көтеріліпті. Бұны енді бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Мен осындай 4 бөлікке бөлдім. Бұны енді ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен үлкейтіп аламын, жайып. Бұны енді осындай кесетін формамен, домалақ формамен кесіп аламын. Бұның ортасын осындай тоже кесетін форма. Осымен басып кесіп алатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан
жайлап аламыз қамырды. Ортасынан алып тастаймыз, осынысын қоямыз. Қамырымыз шет-шеті неғылып кетсе, оның зияны жоқ, түзеп-түзеп жіберуге болады. Бұны доскінің үстіне қойып, тізіп-тізіп біраз қойып қоятын боламыз. Қалған қамырды да қойып қоямыз, біраздан тағы жайып аламыз, бойын алғансын. Келесі қамырымызды солай қайталаймыз. Дәл сондай көрсеткендей қалыңдықта жайып аламыз. Міне пончиктеріміз дайын. Бұна бетін жауып, 10-15 минутқа тағы да қойып қоямыз, кішкене көтерілгенше. Енді менің майым қызғаншы, шоколадым бетіне себетін шоколадын дайындайтын боламын. Қазақстан шоколадын алдым. Оны табаққа салып, будай ертетін боламын. Тағы бір табаққа су құйып қоямын да, соны қайнатып, соның бетіне осы табағымды қоямын. Сол араластырып тұрамын шоколадымды. Сол кезде бұл ериді шоколад. Міне дайындап қойған майым қызды. Бұған енді пончиктарымды салып алатын боламыз. Пончиктарымыз да дайын. Міне бетіне шоколадымызды құйып, жағып шығамыз. Мен сіздерге көмегім тисе қуанар едім. Менің каналыма тіркеліп, қолдап жіберсеңіздер, мен де қуанар едім. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Балдарыңызға жасап беріңіздер. Оңай рецепт барлықтарыңыздан қолыңыздан келеді. Менің келесі видеоларын жоғалтып алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюыңызды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.